Астанада жас суретші, мүсінші Сырым Мүсірептің жеке көрмесі өтті. Көрменің тақырыбы жаңа көзқарас. Толығырақ келесі бейне материалда. Жаңа көзқарас көрмесі қазақ мәдениетінің өзіндік бір тұжырымдамасы іспеттес. Көрмеге жас таланттың 30-дан аса өнер туындысы қойылды. Олардың 20-сы кескіндеме болса, оннан астамы мүсін өнері. Суретші әр туындысына ерекше есім берген. Терең философияға толы көркем туындылардан балдай тәтті балықтың иісі сезіледі. Балаларға жақындай түсу мақсатымен кейіпкерлерді салдым, мүсіндерді жасадық. Онда балалық шаққа саяхат ретінде бұл өзімнің балалық шағымдағы өнер туындылары. Бұнда енді балалықтың сондай кең ауқымдағы ойлау көзқарастарын бейнелейді. Яғни әр сюжетті, әр тақырыпты балалар әр қалай өзгеше көреді. Балалар неге өнерлі болып келеді? Өйткені олардың жан дүниесі тазалыққа толы. Соның арқасында балалар өздерінің балалығын жасайды. Барлық бала суретші, бірақ кім суретші болып қалады. Жас келген сайын ол суретшілік керісінше кемейді. Мәселе сода. Әрдайым суретші болып қалыңыздар, және де болашақта суреткер болыңыздар. Өйткені өнер адамы, жалпы балалар өнер бөлінбейді, өнер тармақталады, бірақ әркімнің жеткізілуі әрқалай. Өнерлі бүлдіршіндер болып қалыңыздар. Өйткені қазақтың болашағы ол сіздердің де қолдаңызда. Сіздер біздің болашағымызсыздар. Суретші қоладан, сымнан, пластиктен, ауыр тастан жасалған заттарды біріктірген. Ол мүсіндерді стильдеудің жаңа әдістерін игеріп, табиғи тас, металл, ағаш түстерін үйлесімді пайдаланған.